أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله طاهرين وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Әл-Ахкам шари'ия фи ахвал шахсия кітабынан сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен сабақта уақытша харам болған кісілерді айтып өткенбіз. Бүгінгі 22-ші мадда, яғни жақындық тараптан харам болатын кісілер жайында айтыламыз. Яғни үйленуге харам болады, мәңгілікке. Жақындық, туысқандық тараптан. Яхруму аля роджули ан ятазавважа мин насаби уммаху ва джаддатаху ва ин алат. Ер кісіге өзінің насап, өзінің тегінен тараған, жақындық туыс байланған, өзінің тегінен болған, өзінің анасына, әжесіне жоғарылап кете берсе, оның анасы, оның әжесі мәңгілік некелесуге болмайды, харам болады. Ойын алат деген солай жоғарылап кете берсе де, сенің анаң, сенің әжең, оның анасы деп кете береді. Асылы дейді бұл ше. Бұл мәңгілік харам болады. Және уа бинтаху, және қызың, және немерелерін, уа бинта ибнатихи, қызының қыздары, уа бинта ибнихи, баланың қыздары, уа инсафалат, төмен түсе берсе де не болады? Фар дейді, фуру. Ол да тармақтар, сенің тараған ұрпақтарын біреуіне оны әйелдікке алуға болмайды. Бұл мәңгілік харам етілген. Ол Құранда анық ашық аяттар айтылған бұл жайында. Ва ухтаху, және әпең. Ва бинта ухтихи, және әпкенің қыздары. Ва бинта ахихи, бауырының қыздары. Ва инсафалат, ол төмен түседі не болады? Барлығы саған харам болады. Ва амматаху, аммат деген не? Бағана сен әкенің туған, әпкесі, немесе қарындастары. Ва аммата усулихи, және сол усулдың не? Аммасы, әпкелері ше. Сен атаннан әйелдері бар, сонан тараған ұрпақтар. Соның не асылы да не? Саған не болады? Мәңгілікке харам болады. Ва холатаху, холадан нағашысы. Бұл ана жақтан ше. Сен ананың туған әпкесі, сіңілдері, оның барлығы мәңгілікке харам болады. Ва холата усулихи, және не? Сен нағаш атаның бағанда әйелдері бар, содан не? Тараған ұрпақ не? Нағашы болады. Оның не? Сол нағашылардың несінің бәрі усулуда, усулден түсінді ғой, жоғары кете береді. Оның әжесі, оның анасы деген секілді ше. Оның барлығы не болады? Мәңгілікке харам етіледі. Ва тахиллу лаху банатул аммати вал а'мами. Алайда, әкенің тарапынан мысалы, әкенің туған әпкесі бар, туған қарындастары бар. Солардың ұрпақтары, солардың қыздары оған халал болады. Түсінді ма? Немесе көкелерді, ол да әкенің туған ағасы, інісі бар, соның не? Қыздары. Соның қыздары не? Саған халал болады, некелесу халал болады. Алайда туысқан болады. Туысқан қарым қатынасы болады, бірақ некелесуге болады. Туыс болса да, бұл жерде айна шариғи тарапынан біздің шариғатымызда бұл неке халал болып саналады. Енді біздің дәстүрімізде
жақын туысқан болғандықтан бұны алмаймыз. Біздің қазақ ата-бабаларымыз бұны жақын болғандықтан алмаған. Бірақ бұны біз харам деп айтпаймыз ше. Өйткені Құранда бұл халал етілген нәрселер ғой. Біз халал етілген нәрсені харам деп айтпаймыз. Алайда туысқан қазақ ата-бабаларымыз, біздің ата-бабаларымыз бұл нәрсені қанды таза ұстау үшін дейді, немесе басқа жерден алыс алған жақсырақ деп санаған. Және шариғатымызда да негізінде басқа жерлерден алған жақсырақ деп санайды. Бұл мұстахаб амалдардың бірі ше. Мұстахаб амалдардың бірі. Алайда бұл халал етілген нәрсе, бұны харам деп айтпаймыз. Уабанатул халати вал ахвали. Және не? Нағашы. Нағашының мысалы айттық қой, сенің бағанда ананың туған ағасы, інісі бар, соның не? Қыздары бар. Нағашының қыздары да. Немесе сол бағандағы сен ананың әпкелері, сіңлері бар, не? Соның қыздары. Түсінді ма? Солардан, нағашыларынан олардың қыздары не? Халал болады. Халал болады. وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. Мысалы, жоғарыда айтылғандай, ер кісіге харам болған нәрселерді дәл солай әйел кісіге ер кісіге ұқсас бар ғой, жоғарыда айтылатын болса, не болады? Әйел кісіге харам болады. Яғни әйел кісі өзінің әкесі, өзінің атасы, түсінді ма? Өзінің баласы, соның балаларын тараған балдары, немерелері деген сияқты ғой. Дәл сол әйелдерге де сол нәрселеріне харам болады. Ер кісіге бағана айттық қой біз, туыстық қатынас жағында ше, өзінің анасы, өзінің әжесі харам болды ғой ер кісі. Дәл солай әйелдерге де өзінің әкесі, атасы да харам болады. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات. Дәл солай бағана әйелге көкелерінің балдары, немесе әпкелерінің балдары не? Халал болады. Түсінді ғой, яғни сенің әкенің туған бауырының немесе інілерінің бағанда балдары қыздарға не болады? Халал болады. Дәл солай ва абнаул ахвали вал халати. Дәл солай нағашылардың балдары. Түсінді ма? Нағашының балдары, аналарының тарапынан бар ғой, ананың ағасы, ананың інісі, ананың әпкесі, ананың сіңлісі, соның балдары қыздарға халал болады. Осы нәрсе әрқайсымызға білу міндет, бұны міндет болған білім. Осы нәрсені үйренсек. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.